Журналистке Хасанның сұхбат берген жерін қарасаңыздар, қолы деген ойнап отыр. Қолы ойнап, қолын қысып екінші қолымен. Ол қандай кезде адам солай жасайды? Адам қобалжыған кезде, адам жасыратыны бар кезде, адам өтірік айтып отырған кезде өзін ұстап, солай қолын қысып отыр да, саусақтарын қысып. Журналистің де жаңағы беріп жатқан сұхбаттары, сұрап жатқан сауалнамалары барлығы енді шындыққа жанаспайды. Ол қайдан ғана таба қалды, сонау уақыт бойы табамай жүріп, именно сол кезде келіп, журналист сол бізге танымайтын, танымал емес журналист келеді да, сол кісі мысалы сауал алып, еркін, бірге қыдырып, бірге шай ішіп жүрген адамдай, туысындай, сондай еркін обстановкада сұрақ қойып отыр да. Психологиялық тұрғыда ол адам керісінше кішкене қорқыныш болып, үрей болып, үйтіп, я, сіз сондайсыз ба деп үйтіп сұрақ қоймайды. Адам деген серьезно отырады да, өздеріңіз ойлап көріңіздер, өздеріңіз ойларыңызға сол жерге қойып көріңіздер орнына, сіздер олай сұрақ қоймайсыздар. Сосын неге анау сотта прокурорлар қайта ол деген төледі, ол жігіт төледі, әкесінің қолында пышақ болды деп айта береді. Сонда пышақ жаңағы өздері бастады, өздерінен өздері тиісті демекші ме? Қай магазинде, дүкенде жұмыс жасайтын қызметкер өзінен өзі тиісіп отырады? Қайсысы жаңағы кез келген клиентпен қолынан бүйтіп осылай давай деп давайласады? Кез келген адаммен давайласып отыра ма? Ол оны таныс емес екен, олар жігіттерді танымайды екен, бірінші рет көрген екен. Енді миға сыймайтын нәрсе ғой, значит таныс емес, значит сол жерде бірдеңе болған. Сен пивамды бер деп, сосын пивасын бергеннен кейін, төлемегеннен кейін липовый чек көрсетті деп өзі папасы айтты ғой. Соны көрсеткеннен кейін, давай, молодец, жарайсың, красава деген сияқты әңгіме айтып тұр ғой. Ол кез келген адамға сатып, содан кейін қолын бүйтіп отырмайтын шығар. Каждый раз өздеріңіз ойлаңыздаршы. Әкесінің өзі айтты, ол маған төлеген жоқ, мен тексердім деп. Видеода айдан анық барлық көрініп тұр. Ана жігіт қайта келе береді. Кез келген адам сөйтіп келе бере ма? Тек бәлез деген адам ғана солай келеді. Сыртта қыздар деген, олар деген соучастниктар емес, олар деген вообще сыртта жүрді. Жай ішке кірді, әкесін бір тепті. Артынан екі қыз кіріп кетті. Сондай жағдайда не прокладка сұрап келе ма? Әкесін теуіп жатқан кезде, сондай жағдай болып жатқан кезде. Неге ішіндегі камерадағы болып жатқан қыздар кіргендегі дүниені сіздер бізге көрсетпейсіздер? Сосын ол видео қайда болды, неге айтпайсыздар? Кімнен алдыңыздар, кімнен таптыңыздар, қалай таптыңыздар? Қайда ол адам? Неге көрсетпейсіздер халықтың алдына? Неге жынды қыласыздар, ақымақ қыласыздар? Мен өз ойымды білдіргім келіп отыр. Жалпы мына видео жайында Шерзат марқұмның өліміне қатысты видеода барлық қазақ халқы көріп отыр деп ойлаймын. Айдан анық. Жаңағы әпкесі де айтқан ғой, алдында ол жігіт келген болатын, жаңағы алкоголь сыралып жүрді деп. Сосын тағы да кешке қарай уже алкоголь сыра алатын уақыт біткеннен кейін, белгілі бір шектеу бар ғой, осындай уақытта алуға болмайды деген. Содан кейін барған тағы да ана жігіт келгенде пиво сұраған. Сосын пивасын төлеген, перевод бірақ келмеген, әкесі тексереді, соткасын видеода көрініп тұр. Келмегенеге ана жігіттен сұрайды, сен көрсетші деп. Ана жігіт соткасын көрсетіп жатыр, байқасаңыздар, әкесіне. Өйткені міне деп, әкесі айтты ғой оны алдында да, ол липовый чек деп өтірік чек көрсеткен, өйткені маған перевод поступил деп келмей ма любой адамға? Ол жерде сен дұрыстайтын жер, дұрыстамайтын жер емес. Сосын байқасаңыздар, ана видеода ана жігіт қалтасынан тиын алып береді, анау ақша салатын жерге, монет салатын жерге, жетпей қалған сомасын. Сосын давай деп қол алысады. Ол жігіт кетіп қалады, қайтадан келеді, зарядтайын деп. Сосын енді ясное дело, что жайдан жай келіп жүрген жоқ, оның алдында да мүмкін разведка жасап келіп жүрген шығар. Екінші рет кетті, сосын зарядкасын алардан бұрын жаңағы Шерзат далаға шығып кетеді, байқасаңыздар. Далаға шығып кетеді. Неге деп ойлайсыздар? Оның жеріндегі видеолардың барлығы қиылған, әкесі мүмкін жаңағы енді бейтіп тұрып, дірілдеп тұрып ұрыспаса да, өте спокойно адам көріп тұрсыздар. Жай сөзге келісіп, жаңағы, ей бауырым, не істеп жатсың, бұл не тірлік, жаңағы әдейлеп тесен деп тұрсың ба деген сияқты сөздер мүмкін айтылуы мүмкін, сол жерге сөзге келуі мүмкін. Сол кезде Шерзат соның барлығын естіп тұрып, әкесі мен жаңағы жігіттің арасындағы дауды ақырын ғана шығып кетті. Жаңағы, сен неге менің әкеме тиісесің, неге мазасын алып жатырсың деген сияқты мүмкін сөздер айту үшін, әкесіне көрсетпес үшін
тәрбиелікпен барып ана жігітке сен кішкентай болып мен әкеме, любой адам солай істейді ғой, сен әкеңе, сенің анаңа бір кішкентай бір бала келіп сөйтіп секіріп тұратын болса, сен барасың да шыдайсың ба, шыдамайсың, әке шешеңе көрсетпес үшін сен бөлек шығып кетесің. Бөлек шығып мүмкін түсіндіргісі келді ме, оның барлығы бізге көрсетілмеген. Сол жерде дау болып тұр. Сосын соңына жаңағы төбелес болғаннан кейін гольф тоқтайды. Гольф келіп Шерзаттың ағасы келеді. Шерзаттың жаңағы ана бала мұрны қанайды. Сосын гольфтың ішіне түскен жігіт тағы бір жігіт болады, бойы ұзындау. Вот сол жаңағы Нұрғанат ағасы таниды екен да ол жігітті. Сөйтіп сол жігіт жаңағы келіп жаңағы төлем жасайды, талпа болып келеді ғой, талпа болып келеді. Қыздар бар, басқасы бар, сосын далаға шығады, төбелеседі. Ана бір папасын, Шерзаттың папасын теуіп, бір теуіп жаңағы магазинге кіргізгеннен кейін ана қыз сұрақ, неге кіріп кетеді? Айналайын қазақстандықтар, үндемей қалмаңыздар. Себебі менің де, сіздердің де балаларыңыз бар. Балаларыңыздың, немерелеріңіздің ертеңін ойлайсыздар ма, қыздарыңыздың, ұлдарыңыздың? Бұндай беспредел болмау қажет біздің Қазақстанда. Біздің Қазақстанда емес, бүкіл жерде осындай болмау қажет. Ертең күні сіздердің бастарыңызға келеді, сол кезде не істейсіздер? Балалығы ғой, баланың шалалығы ғой деп отырасыздар ма? Бұл заңмен тыйым салыну қажет. Сіздер бұл кісілердің орындарында не істейтін едіңіздер? Қанға қан, жанға жан дейтін едіңіздер ғой, Өте ауыр дүние. Бұл кісілердің өздерінен басқа ешкім түсіне алмайтын шығар, мүмкін бұл болып жатқан жағдайды. Тек қана енді білмеймін, біреудің баласы жаңағы кетіп жатыр дейді, қайтты дейді, бірақ дәл осылай анасының қолында бауыздау деген, анасының қолында әкесінің көзінше өлтірді деген дүние, ол өмір бақи көзден де, көңілден де, жүректен де кетпейтін дүние. Ол дүниемен, осы нәрсемен, осы оймен қалай ары қаратай өмір сүріп кетеді. Енді естерін жинай алмай жатқан кезде тағы да үйлерін өртеп, одан сайын қорқытып, мемлекет қайда қарап отыр? Неге қорғамайсыздар? Мемлекет қорғамаса, халық өзін өзі қорғайды. Бізге президент не үшін қажет? Осындай беспредел болмас үшін қажет. Онда халық өзін өзі сайлап, өзі самосуд жасап, өзі жүре бермей ма? Не үшін президент сайлап отырмыз? Не үшін біз жаңағы неше түрлі мықты шенділерді сайлап отырмыз? Осы жерде әділдік орнату үшін, халыққа қызмет көрсету үшін деп, халықпен жұмыс жасасын деп. Ал осындай жасөспірімдерге қарамайсыздар ма, тәрбиесіне? Ертең күн жарайды, олар түрмеге кетеді, түрмеде адам болып шыға ма? Інісі отыр дейді түрмеде, адам болып отыр ма енді? Ана жақта қорқытып отыр. Ненің дұрыс, ненің бұрыс екенін білместен. Егер жігітше, ана балалардың дұрыс еместігін білсе, айтушы еді ғой түрме, папа не айтсам деп, дұрыс еместігін білсе, үндемейтін еді ғой, қойшы деп. Біздікі дұрыс емес болды жігіттер деп. Мен міне мына жерде отырмын, мен жасағаным жасамаңдар деп. Керісінше қорқытып отыр. Өздері де үркіп, бауыр еті балаларынан айырылған адамдарға. Бұл не тірлік? Енді қара халықтың барлығының қарғысына ілінді бұл кісілер. Ата-бабаларының әруақтарына қиянат жасады. Шетелде мысалы соттар болады, соттар болған кезде куәгерлер келеді, мен осындай адам қорқытқан, түрі осындай болады дейді, оның суретін салып береді, примерно сосын іздейді, сосын адамдарын алып келеді, ана кісі қарайды да, мынау деп айтады, сол сияқты 13 адамды да қойып сол жерге, осы ма десе, Шерзаттың әкесі де тауып береді деп ойлаймын, әрбір жақындары, мына адам болған деп, неге солай жасамайды? Сосын анау машинесімен үйін торуылдап жүрген адам без номеров жүр деп айтады да, оны әлі тапқан жоқпыз деп. Қалай оны таппауға болады? Тіпті машинесін сырып кеткен адамда барлығын тауып алуға болады деп ойлаймын. Қазір әрбір көшеде камералар тұр, тіпті қандай адам машиненің ішінде отырғанына дейін көріп тауып алуға болады да, табам десе. Ол адам полямен келіп, полямен кетпеген шығар. Тіпті полямен кеткеннің өзінде де уақытына қарап, барлығында іздеп
табуға болады. Ал бұл кісілер болса, жоқ, ол без номеров болған деп таба алмай жатыр. Екі қыз мысалы сол жерде болғанына анық көзі жетіп тұр, камерада көрсетіп тұр. Қалай екі қыз бостандықта жайбарақат жүр? Жай ғана свидетель ретінде. Олар да допросқа алыну керек, олардан да сұрақ қою керек, оларды да отырғызып қою керек, пока бәрі шешілмегенше. Жарайды, бір адам қарап тұрған шығар. Қарап тұрған адамға азырақ срок берсін, жаңағы қылмыскерлерге көп берсін. Мысалы СССР кезінде әйтеуір бандиттерді басқаларды тауып қамаққа алып отырды ғой. Қалай сонда? Камера болған жоқ ол кезде, ол заманда. Бірақ қылмыскерлерді жазалап, қылмыскерлерді тауып соттап отырды. Ал бұл заманда көзіміз ашық, свидетельдар бар, әкесі бар, анасы бар, әпкесі бар, бауыры бар, барлығы айтып тұр. Ауыл тұрғындарына дейін ойбай Хуторский деген бандиттер бар, Хасан бар деп айтып жатыр, бірақ ешкім сенбейді. Біз көріп тұрмыз, бүкіл халық болып ана видеоны не болып жатқан, соның көзінше біздің алдымызда цирк ойнап жатыр, театр ойнап жатыр. Бұл не масқара? Бәрі айдан анық көрініп тұр. Болды, свидетель болды ма? Мына адам деп айтты ма? Бітті. Шетелдегідей жаңағы заңның алдында сіздер ант бердіңіздер ма? Әділ қараңыздар, әділ орындаңыздар. Болмаса әркім өзінің жаңағы орнына кетсін. Орындарына басқа жаңағы заңға берік әділ адам келсін. Әлі табылмау деген не сұмдық? Жоқ, доказать ете алмай, сол адам емес деп. Бәрі айдан анық көрініп тұр ғой. Қыздардың не істеп жүргені, не істеп жүр ол жерде? Ес-дұрыс қыз бала сол жерде жүре ма сондай адамдармен? Соучастниктер, оларды да қамауға алу керек. Свидетельдар не деп айтты, соның барлығын алып келіп, допросқа алу керек, солар қамалып отыру керек, барлығы анықталғанша. Армысыздар қазақ елі. Мына Шерзаттың мәселесіне байланысты өз ойымды білдіргім келіп отыр. Жалпы билер алқасы деп өздері биғып сайлап алған кісілер бар ғой. Шерзаттың әкесіне басу айтып жатыр да. Былайша барлығы қорқытып кеткені аздай. Бұлар мәдениетті түрде басу айтып жатыр да, басып, үнжырғасын түсіріп, одан сайын сен көтерілме, халықты көтерме деп, халық онсыз да көтерілейін деп отыр. Халық онсыз да ашық сот болғанын қалап отыр. Ашық сот деп барлығымыздың көзімізді ашып қойып, біздің алдымызда прокурорлар барлығы келісіп алған, жаңағы енді айдан анық көрінген заттың барлығын жасыруда. Кәдімгідей театр ойнап жатыр. Клоундар ма, түсінбедім. Ренжімеңіздер, барлығы өтірік. Сіздердің айтып отырғандарыңыз керісінше Шерзаттың әкесін, Шерзатты кінәлі қылып, сол баяғы пышақты айтып, басқасын айтып, ал екі қызды жақтап, барлығы өтірік екені айдан анық белгілі. Енді біздің сұрап отырғанымыз халық болып, ашық сот болсын дейміз, дұрыс шешім қабылдансын дейміз, жауаптылар, кінәлілер өзінің кінәсін мойындасын дейміз. Енді память свежий кезінде ол да опознавать ету керек. Кімнің кінәлі екенін барлығын ол кісілер көрді көзбен, дұрыс па? 10 адам табылыпты дейді, 11 адам табылыпты деп жатыр. Енді өздері айтып отыр ғой, делайте деген кісі, сол кісі кінәлі деп ше. Мысалы, кінәлілердің ішінде бар деп. Сол кісі қайда, мысалы, айтты, ол органда істейтін адам деп, милиционер деп. Енді ол кісі қайда? Жаңағы әйтеуір 13 адамның орнын толтыру емес қой бұл жерде мәселе. Мәселе қылмыскерлер жазалансын деп отырмыз. Сол жерде болған адамдар. Болмаған 2 баланы тығып тастаған оның орнына. Неге ол 2 бала қамалу керек? Қандай жағдай болса да, сол жерде болған адамдарды опознавать етсін. Қайда жаңағы мен сол жердегі? Ол жоқ, сол адам тапсын. Барлығы бұл жерде келісіп алған. Сондықтан халықтың талап ететіні бұл жерде болмаған, сатылып алынбаған, келісілмеген басқа бір прокурор басқа қаладан алынса, тіпті оның құны қымбат болсын, ол қымбат ақша сұрасын, соның барлығын халық болып біз көтеріп берейік. Барлығымыз қолымыздан келгенше тиын тебеніміздің барлығын тастап, халық болып, қазақ халқы болып жиналып, сол кісіге ақшасын төлейік, шықсын, не подкупленный адам болсын. Әйтпесе барлығы сол кісілердің
сол қылмыскерлердің сөзін сөйлейді екен. Сондықтан халықтың талабы осылай болып жатыр.